Ассалаумағалейкум барша дірімлігі сүйер қауым, арнама қош келіпсіздер. Әдеттегідей достар, сіздерден қолдау күтемін. Каналымызға тіркеліп лайк басып, видеоларымызды барынша қолдай жүріңіздер достар. Бүгінгі видеода енді мен Барселона клубындағы екінші шығарылымды шығаратын боламын, яғни өткен жолы мен бірінші шығарылым шығарған болатын. Бұл соның жалғасы. Егер жалғасын қаласаңыздар, қолдап лайктарыңызды басып, комментарийларыңызды жазып жіберіңіздер достар. Мен көп созбай бастайын, видео қызық болады деген ойдамын. Кеттік онда достар. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Fearless.
Бүгіндікке осы міне достар, құрам осындай болды әзірге. Жақсы дамыттық деген ойдамын. Педри мұнда, Дембеле, одан кейін Кунде, енді Канцел осы Барселонаға ауысады деген сыбыстар бар. Енді одан кейін Гюндоганды алу керек. Содан кейін басқа енді қандай ойыншылар бар білмеймін. Кристенсенді алып дамытуға болады. Серджио Роберто бар, енді рейтинг өте төмен олардың. Одан кейін Рафиня бар, енді Гави бар деген сияқты ойыншылар көп қой әлі дамытатын. Жалпы 80 рейтингтен жоғары ойыншылардың бәрі осы 9 ойыншы бар еді, бәрін алып дамыттым. Енді құрам осындай әзірге. Левандовский дұрыс дамымай қалды енді. Техникасын мықты дамытам ба дедім, болмай қалды. Одан кейін Де Йонгтен болады ғой деймін, более-менее нормально. Одан кейін Араухо да нормально, по идее. Енді дұрыс дамымай қалды негіз. Левандовский жақсылап дамытуға болушы еді, болмай қалды. Жерде ештеңе етпес. Осындай енді әзірге Неймар шығып тұр трансферден. Алайын ба білмеймін. Мына жерде заблокировать игрока дегенге 20 кристалл құртсаңыздар достар, бір күн бұл ойыншы рыноктан кетпейді, яғни 20 кристалл нетіп, оны бұғаттап сайыстар. Қанша матч ойнасаңыздар да ол рыноктан кетпейді, тұра береді, пока монета жинағанша. Соны білмеймін, алам ба, алмайын ба, керек па, керек жоқ па, соны екі ойлы жүрмін. Одан кейін басқа енді стадион жағында дым жоқ. Левандовскийға үйреніп қалдым, мықты шабуылшы екен. Өзіме нап қалды ойыны. Мәне игрок деген жерге кіретін болсақ, мені бәрін Мбаппеде енді. Левандовский мені 52 матчта 98 гол соқып тастаған. Өзіме ойыны ұнайды, соққысы әдемі. Осы достар, енді қандай видео шығарайын? Әзірге уақыт болмай жатыр, видео шығаратын идея да жоқ. Бәрінің Dream Leagueға деген қызығушылығы түсіп кетті ғой деймін, қателеспесем. Осы енді достар, идеяларыңыз болса комментария жаза кетіңіздер. Келесі кездескенше амандықта, саулықта болайық достар. Айлап болсын, апталап болсын, видео шығаруға тырысатын боламын. Басты сіздер қолдау жасаңыздар болды, каналға тіркеліп кетіңіздер. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар достар.